Бәріне сәлем. Бүгінгі анализбен бөлісе кетсек. Қазір мынау жоғары жақтағы біздегі тренд линия, 4 сағаттық тренд линияны фитильмен сызғанмын. Ішіндегі сызық 15 минуттық денеден сыздым тренд линия. 1 сағаттықта үлкен таймфреймде біздегі CB баға қазір мен үшін белгісіз, себебі негізі лонгта кетіп бара жатыр 1 сағаттық тренд линия бойынша. Сол жердегі имбаланстан жаңа реакция алды. Бірақ мына жерде мынандай нәрсе бар. Мына жерде бізде шортқа көп подтверждение беріліп тұрды. 2 рет. Обычно мысалға 1 рет қана берсе, онда біз жоғары бұзып кетуі мүмкін деген секілді болжамдар аламыз да. Қазір осы жерде 2 рет шортқа, мұны 1 рет, сосын мұны 2-ші рет шортқа подтверждение берген. Соған байланысты мына жердегі имбаланстар қатты астыға құлату керек деп ойлап отырмын. Өйткені неге? Себебі бізде сессияларында шешуі бойынша Азия, Франкфурт ортада тұрып қалды, және Лондон Франктың жоғары жағын ғана шешті. Азияның жоғары жағын шешкен жоқ, Азияның хайын шешкен жоқ. Сосын астынан да егер таптаза өсет деп уверенно айту үшін Азияның лоуы шешілген жоқ, мысалға. Сондай секілді заттар бар, өйткені мына жақта Азияның фрактал қап кеткен, Азияда да, және ма кил зонадағы. Енді кил зонадағын білмеймін, бірақ Азияның лоуында фрактал қалды. Соны алмаған үшін толық жоғары өсет деп айта алмай тұрмын. Нерде 2 подтверждение тұр. Сосын астына да құлайды деп айтайын десем, жоғарғы жақтағылар шешілмеген. Астында бізде PDL, мына жоғары жақта PDH және астында PDL екеуі бірдей ара қашықтықта тұрды дистанцияда. 93-те. Және бізде 93-тің астында кеше барат деп ойлаған бағалар бар, лонг көтеретін нефкадағы. Сол үшін мен бүгін ешқандай позиция, мына жердегі кішігірім имбаланстағы позицияны ұстадым, көп ұстамаймын, жоғары мына жерге дейін ғана. Және жоғары жақтан шорт ұстадым, подтверждение бергеннен кейін барып кіріп шорт ұстап көрдім. Болды, сол ғана.